сәлеметсіздер ме? Бүгін біз көлік және саяхат тақырыбына тоқталамыз. 交通与旅行. Бұнда біз саяхатта жиі қолданылатын сөздерді үйренеміз. Көлік түрлерін атауды үйренеміз. Бағыт сұрау сөйлемдерге жаттығамыз. Жаңа сөздер. 词汇. Транспорт құралы дегенді 交通工具деп айтады. 交通工具. Қоғамдық автобусты 公共汽车 公共汽车 дейді. Ал таксиді 出租车 出租车 дейді. Маған естіп оқыңыздар. 交通工具 交通工具 公共汽车 公共汽车 出租车 出租车 포езді 火车 деп айтады. 火 деген от деген сөз үйренгенбіз. 车 деген машина, көлік. Ондай болса 火车 от поез, от машина, поез болады. Ал ұшақты 飞机 飞机 метроны 地铁 地铁дейміз. Ал мына ди деген иероглифті үйренгенбіз. Бұнда радикалы топырақ тузы паң. Ди. Ал мына тие деген темір деген сөз. Сонда ди тие бірігіп, жер астындағы темір, жер астындағы метро. Маған естіп оқыңыздар. 火车 火车 飛機 飛機 екеуі де бірінші тон ұзақ созылы болып айтылады. 地铁 地铁 жалғасты жаңа сөздер. велосипед дегенді 自行车 自行车 деп айтады. саяхат 旅行 旅行 брондау 预定 预定 әуежай 机场 机场 қайталаймыз. 自行车 自行车 旅行 旅行 预定 预定 机场 机场 диалогтарды көрейік. әуежайда сәлеметсіз бе? қала орталығына қалай баруға болады деп сұрамақшы болсақ, 你好 请问去市中心怎么走 деп айтамыз. қайталаймыз. 你好 你好 请问去市中心怎么走 请问去市中心怎么走 你好 请问去市中心怎么走 мұнда 신 жүрек, 중심 центр қала орталығы. және де оған сіз таксиге отыра аласыз немесе метроға отыра аласыз деп жауап бермекші болса, 你可以坐出租车 也可以坐地铁 қайталайық. 你可以坐出租车 也可以坐地铁 你可以坐出租车 也可以坐地铁 мына иероглифке қарайық. 坐 топырақтың үстінде екі адам отыр. отыру деген мағынаны білдіреді. Алдында радикалды айтқанда үйренгенбіз. 坐 деп оқылады. Ал бұл автобус қайда барады деп сұрамақшы болсақ, 这辆公共汽车去哪儿 дейміз. метро станциясы қайда орналасқан демекші болсақ, 地铁站在哪儿 дейміз. маған естіп оқыңыздар.
这辆公共汽车去哪儿? Na мен ar қосылып нар дей саламыз. Біріктіріп оқимыз бұнда. Сұраулы сөйлемде. 地铁站在哪儿?哪儿демейміз. 地铁站在哪儿? қайталаймыз. 这辆公共汽车去哪儿? 地铁站在哪儿? билет қанша тұрады демекші болсақ, 票多少钱дейміз. әуежайға қалай жетемін? 去机场怎么走? 去机场怎么走? қайталаймыз. 票多少钱? 多少钱ді үйренгенбіз алдында. 去机场怎么走? 去机场怎么走? онда сабақты қорытындыласақ, әуелі саяхат кезінде жиі қолданылатын сөздер мен тіркестерді үйрендік. Көлік түрлері менен жол сілтеу диалогтарын үйрендік. Сұрақ қою формаларына жаттығу жасалды. Ал тапсырмаға жаңа сөздер мен сөйлем құрап көріңіздер. Өз қалауыңыздағы бір бағытта сипаттап сөйлеп көріңіз. Диалогтарды жаттап алыңыздар. Жаңа сөздерді жаттап алыңыздар. Сау болыңыздар.